Bismillah сөз бастайды балан еппен көктемге құлпырғандай далан еткен. Ассалаумағалейкум ағайындар, амандық сұрасайын жамағатпен. Білімі мен біліктілігі қатар ұштасып, мерекелі кештер мен дүбірлі думандардың көркін қыздырып жүрген тәжірибелі жүргізуші. Заманауи кештер мен заңғар қуаныштарды кеш иелерімен ақылдаса отырып, естен кетпес естеліктерге толы деңгейде өткізе біледі. Ал енді осындай той, осындай мейрамхана, тойланса басқаратын мен сияқты тамадан деген мен тұрмын. Қалада жел соғып тұр далада, вообще неге қол соқпайсыздар, ой шықпас деген тамада! Сөздері мен тұшымды ойларын кеш қонақтарының көзқарасымен сабақтастырып, бар кезде халықты шаршатпауға ыңғай жасайды. Татымды сөз, өтімді шоу, көңілді ойындар. Premiumbeat.com. Басты мақсат халық пен халықты сабақтастырып, той төрін жандандыру. Ал кері тартпа әзілмен көбік сөзге мүлдем жаны қас. Нақтылыққа үйренген наролдарын халық сол үшін де жақсы көріп, той төрінен жиі көргісі келіп жатса керек. Азаттың достарынан 6 жігіт бар ма? Мен деген ғана ке, 6 жігіт, қазақтың жігіттері. Асаба айтар сөзге батыл дерсің, қалжың сөз тіліміздің хақы дерсің. Астана қан торғай батырлардың ел емес пе? Бір немереңіз ел қорғайтын батыр болсын. Ақын қып тамаданы шақырған соң, бір немереңіз тілге шешен ақын болсын. Әйтеуір кім болса да Алла қалап, қазақ дейтін халқына жақын болсын құрметті. Кейбіреуі өз туысындай көріп, жай өмірде де араласуға қадам жасап, ықыластарын білдіріп жатады. Бұл әрине адал өнер мен адамдықтың ұштасқан ұлы көрінісі шығар. Өнермен көкке самғаған, әлі әскерге бармаған, әлі келіншек алмаған, өнер білімге кем болам, жақсы жаманға тең болам, бүгінгі тойды жүргізген. Осы Азат пен Раушанның тойда тамада болған, бірақ құдалардың жебесі, қат торғайдың баласы, ақын Асаба Жақсылбазымен болған құрметті ағайындар. Бүгінгі той нені қалады ағайын? Бүгінгі той тілектің
тәттісін қалады, сыйлықтың жақсысын қалады, жадыраңқы жарды қалады, шертілер күйді қалады, мұң бұралған биді қалайды, думанды қалайды, сауықты қалайды, көңілде отырған халықты қалайды, тамақты қалайды, салатты қалайды, өкпелемейтін қонақты қалайды, жас жасты қалайды, дос досты қалайды, азаттай баламыз раушандай сұлуды қалайды. Әрбір мерекелік шара ұзақ дайындықпен келеді. Тіпті ерекше киім үлгісінің өзі кеш иесінің таңдау талабымен киіп, дикциясына баса назар аударып, кешті жоспардағы бағдарлама бойынша өткізіп жатады.